أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله бүгін Allah subhanahu wa ta'alaның қалауымен өткен жұмаларда қозғаған ихтилафи мәселелерден маңыздығы аз болмаған, бұл да қазіргі таңда өте маңызды мәселелердің бір болып тұрған мәселе ол тааддуду заужат, яғни бір әйелден артық әйел алу мәселесі. Иншалла осыған тоқталып кетсек. Біріншіден, бұл мәселе кіруден алдын жалпы үйленудің үкімі жайында ғұламаларымыз не дейді? Ғұламаларымыз фиқх кітаптарында үйленудің үкіміне тоқталған кезде, егер ер кісі мүмкіншілігі болса үйленуге, Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде келгенде, "Ман истата минкумул ба'a", кімнің шамасы келсе, шамасы дегенде яғни үйленуге қаражаты жетсе, үй мәселесі, мәһір және соған қатысты мәселелер. Үйленуге шамасы жетсе және үйленбеген күнде зинаға түсіп қоямын, зина жасап қоямын, зинаға түсіп қаламын деп қорықса, және көзі жетсе зина жасап қоятындығына үйленбеген күнде, үйлену ол адам үшін уәжіп болады. Ол адам үшін уәжіп болады. Себебі харам істі тастау уәжіп, харам істі істемеу уәжіп. Фиқхта ереже бар, егер бір уәжіп істің орындалуы екінші бір мәселеге қатысты болатын болса, онда ол да уәжіптің үкіміне кіреді. Ма ла ятиммул уәжибу илля бихи фахуа уәжиб. Яғни анық зинаға түсіп қаламын деп қорықса, ол кезде үйлену мүмкіншілігі болса уәжіп болады. Қиналып жүрген болса, шахуаты қозып, бірақ үйленбеген күнде зинаға түсіп қалудан өзін сақтай алатын болса, ол кезде ол адам үшін уәжіп болмайды. Ол адам үшін уәжіп болмайды, бірақ үйлену сүнна муаккада десек, және одан да күштірек халде болады. Егер жағдайы қатты қажет етпесе, мүмкіншілігі болса, бірақ қиналып жүрмеген болса, ол адам үшін сүнна үйлену. Үйлену сүнна, яғни фарз емес. Шафилер де мубах дейді, бірақ жалпы ғұламалар сүнна дейді. Жалпы ғұламалар оны сүнна дейді. Имам Абу Ханифа рахмахуллах үйлену нәфіл ибадаттармен айналысудан абзал дейді. Үйлену нәфіл ибадаттармен айналысудан абзал дейді. Енді бір адам ауру болса, ауру болғанда, психически ауру болса, немесе бір тағда сол сияқты проблемалар бар, ертең әйелін жағдайын жасай алмайым десе, әйеліме зұлымдық жасап қоямын деп ойлағанда, бұл жерде яқин сенімде болмаса, зан дейді. Зан дәрежесіндегі ойда болатын болса, ол адам үшін үйлену макрух. Ал егер ертең әйелінің қажеттіліктерін өте алмайтын болса, зұлымдық жасап қоятын болса, ауру болса, ұстап қалған кезде сол ауру бәр нәрсен жермен жексен қылып тастайды, көз алдынан кездескен нәрсен бәрін қирататындай ауру болатын болса, әйеліне зұлымдық жасап қоямын деп анық сенсе өзіне, ол кезде ол адам үшін үйлену харам болады. Яғни адам жалпы үйленудің үкімі адамның жағдайына байланысты. Оның нәфсани, яғни өзін жисми жағдайына байланысты, және екіншісі
материалдық жағдайына байланысты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ман истата'a минкумул ба'ата, кімнің шамасы келсе деді. Жарайды, үйлену жалпы сүннет екен. Енді үйленген күнде араб тілінде арабша немесе фиқх кітаптарында әл-аслу тааддуд амил иктифа би заужатин вахида деп келеді. Адам үйленген күнде негізгісі бір әйелмен шектелу ме, немесе негізгісі бірнеше әйел алу, егер оған шамасы жетпесе біреумен шектелу ме? Осы мәселеге тоқтала кетсек. Жалпы барлығымыз білеміз, Алла субхана ва тағала еркекті жаратты, және еркекке өзіне сай табиғат берді. Әйелді жаратты, әйелдің өзіне сай табиғаты бар. Уалейса закару кал унса. Еркек әйел секілді емес. Алла субхана ва тағала екеуіне екі түрлі етіп табиғат берді. Ол табиғаттан еркекте әйелді ажырай алмайды. Алла субхана ва тағала екеуіне екі түрлі етіп табиғат берді. Және жалпы адамдардың келісетін мәселелерінен еркек адамның жыныстық қатынасқа деген құштарлығы әйелдіңкінен артық. Жалпы келісілген мәселелерден еркек адамның жыныстық қатынасқа деген құштарлығы әйел адамныңкінен күштірек. Алла субхана ва тағала Құран кәрімде ол жайында «Зуйина линнаси хуббу шахват минан ниса вал банина вал қанатир лил муқантарати миназ захаб». Адамға жақсы көрілді дейді. Алла субхана ва тағала жақсы көрдірді. Адам жақсы көреді. Нені? Хуббу шахват минан ниса. Бірінші, әйелге қатысты шахват. Алла субхана ва тағала адамда соны жаратты, және ол әйелді қатты жақсы көреді. Сол үшін де әсіресе еркек адамдарға қатысты көптеген хадистерде жақсы амал істеуге ұмтылдыратын, шақыратын істерде жәннатта оларды күтіп тұрған хорул айн айтылады. Хорул айн. Яғни хор қыздар айтылады. Әйелдерге қатысты бұл мәселені келген көрмейміз. Бірақ ғұламаларымыз егер бір әйел күйеуге шықпай өтіп кететін болса дүниеден, немесе күйеуі кәфір болған болса, кейін бұл мұсылмандықты, исламды қабылдаған болса, күйеуі кәфір болып өліп кеткен болса, онда оның жағдайы қалай болады деген кезде, «Офиха ма таштахихил анфус». Құранда Алла субхана ва тағала «Олакум фиха ма таштахихил анфус». Сендер үшін жәннатта көңілдерінің қалағаны бар деді. Яғни Алла субхана ва тағала ол әйелдердің де қалағанын береді. Бірақ хадистердің барлығында еркектерге қатысты оларды әйелдерінен басқа тағы да хор қыздардың күтіп тұрған айтылады. Бұл да болса, олардың табиғаты осы нәрсені қатты жақсы көретін болғандықтан да. Ескі кітаптарда, ескі ғұламалардың сөздерінде негізі бір әйелмен шектелу керек пе, немесе негізі бірнеше әйел алып, ал шамасы кемесе бір әйелмен шектелу керек пе деген мәселеге қатысты сөздер кездеспейді көп. Бұл мәселе оларда бір проблема болып қозғалған емес. Неге себебі? Бұл адамдардың арасында екінші, үшінші, төртінші әйел алу табиғи мәселе болатын. Бұл мәселе көтеріліп, қоғамда қозғалып, қазіргі таңдағыдай әйелдердің құқығы, гендерлік саясат деген сияқты мәселелер ол уақытта жоқ еді. Бұл табиғи мәселе болатын. Табиғи мәселе болғандықтан да оны ешкім көтеріп даудамай шығарған жоқ еді. Бірақ қазіргі кезде жалпы батыстың саясатының арқасында бұл мәселені бір жаман нәрсе қылып көрсетіп, сол нәрсені жарнамалап жатқан кезде адамдардың арасында осы мәселе туындады. Негізі бір әйелмен шектелу ме, немесе бірнеше әйел алу ма деген мәселе. Ал енді алдыңғы ғұламалардың сөздерінде бұл мәселе көп кездеспеген болса, онда бұның дәлелін кейінгі ғұламаларымыз Құраннан және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадисінен іздеген. Құранда хадисте келген үкімдер усул фиқ ғұламалар айтқандай екі түрлі болады.
Екі түрлі болады. Біріншісі вадихат дилала, дәлелде анық ашық келген. Оны іздеудің, ол мәселені талқылаудың қажет жоқ. Намаздың парыз екені, қажылықтың парызы, тағы да басқа сол сияқты мәселелер. Бұл анық келген, оны талқылаудың, оны іздеудің қажет жоқ. Бірнеше әйел алудың мубах екендігі де, рұқсат етілген амал екендігі де, бұл Құранда анық келеді. Құранда Алла субханала тағала «Фанкиху ма таба лакум минан ниса масна ва суласа руба» 2-3-4 әйел алыңдар деді. Бұл мубах. Мубахтығы жайында ғұламалардың арасында сөз болуы мүмкін емес. Жалпы мұсылман адамның пікірінде бір әйелден артық алуға болады ма деген мәселенің туындауы мүмкін емес. Себебі бұл Құранда анық келген. Вадихат дилала. Енді екінші мәселелер бар. Ол умур истинбатия. Яғни ғұламаларымыз ижтихад етіп, соны шығарады. Оған анық тікелей дәлел келмеген. Біздің қазіргі қарайтын мәселемізде екінші түрге жатады. Негізі бір әйелмен шектелу ма, немесе негізі 3-4 әйел алу, болмаса бір әйелге қайту ма, бір әйелмен шектелу ма. Бұл мәселеде истинбати мәселелерден болып есептеледі. Қазіргі кезде кейбіреулер бір әйелмен шектелу керек, бір әйелден артық алмау керек. Құранда Алла субханала тағала бізге әйел алатын болсақ, арасында әділдік орнатуды, яғни бәріне бірдей әділ көзқараста, әділ мәміледе болуды бұйырды. Бірақ басқа бір аятта «Валан тастати'у ан та'дилу байнан ниса» сендер «Валау харастум» қанша әрекет жасасаңдар да әділдік жасай алмайсыңдар деп айтқан. Сол үшін біреуден артық алмау керек деген сияқты сөзді айтады. Яғни 2-3-4 әйел алуға қарсы шығатындар негізі осы аятқа жабысады. Бәрі айналып келіп осы аятқа жабысады. Енді Құранда бұл жайында не делінген, немесе қандай ишараттар бар? Бұл мәселеге қатысты қандай ишараттар бар? Иншалла, соған тоқталсақ. Бірінші, Ниса сүресіндегі аят. Алла субханала тағала айтады: «Ва ин хифтум алла туқситу фил ятама». Егер қолдарыңдағы жетімдерге байланысты әділдік жасай алмайым деп қорқсаңдар, онда басқа әйелдерден жақсы көргендеріңнен 2-еуіне, 3-еуіне, 4-еуіне үйленіңдер. Фанкиху ма таба лакум минан ниса масна ва суласа руба. Фа ин хифтум алла та'дилу фа вахида. Ал егер әділдік істей алмаймын деп, әділ бола алмаймын деп қорқсаңдар, онда біреу дейді. Бұл Құрандағы аят. Енді Құранда Алла субханала тағала фанкиху деп тұр. Фанкиху үйленіңдер деп жатыр. Бұл жерде бұйрық уәжіптікті білдірмейді. Ғұламаларымыз айтқандай, бірақ сүннеттікті білдіреді, көпшілік ғұламаларда. Сүннеттікті білдіреді. Фанкиху, және Алла субханала тағала ма таба лакум минан нисаи масна деді. 2-3-4 деп бастады. 2-3-4 деп бастады. Яғни негізі бір әйел емес, негізі 2-3-4 әйелдің болуы сүннат. Және Құранда Алла субханала тағала ма таба лакум деді. Ма таба лакум деген яғни жақсы көргендерің деді. Жақсы көргендеріңнен, жақсы көрген әйелдеріңнен деді. Ал негізі еркек адам табиғатынан айнымаса, табиғаты өзгермеген болса, онда ол бір әйелмен шектелуді жақсы көретіндер кемде-кем. Бір әйелмен шектелуді жақсы көретіндер кемде-кем. Ол табиғаты айныған болса, онда ол басқа мәселе. Бірақ негізінде еркектің табиғаты ол бірнеше әйелі болғанды жақсы көреді. Алла субханала тағала оның тәркибасын, табиғатын сондай етіп жаратты. Усул фиқта ереже бар: «Әл-хукму лил-ғалиб, ла хукма лин-надир». Бір мәселені үкімін алған кезде басым көпшілік жағына қарай қаралады. Ол сиректерге, кездейсоқтарға үкім берілмейді. Бұл аяттардан ғұламаларымыз негізі
бірнеше әйелдің болуын түсінген. Және одан кейін فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً деді. Егер әділдік жасай алмаймын деп қорқсаң, онда біреу деді. Онда біреу деді. Яғни, негізі 2, 3, 4 әйел алу, егер одан қорқса, әділдік жасай алмаймын десе, әділдік жасай алмайтындығына көзі жетсе, онда біреумен шектелу. Онда біреумен шектелу. Яғни бұл жерде біреумен шектелу негізгі үкім емес. Негізгі үкім емес. Ол әділдік жасай алмаймын деп қорққан адамның үкімі. Негізгі жалпы умум емес. Бұл хас адамның үкімі болып есептеледі. Құранда Алла субханала тағала басқа бір аятта айтады. Ниса сүресінде: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا. Егер бір әйел күйеуіне қатысты, кейбір мәселелерден қорқса, онда فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا. Араларына адамдар түсіп, екеуін жарастырғанның Құранда Алла субханала тағала оқасы жоқ деді. Бағанағы хакаман дейді, екі жақтан төрешілер келіп мәселені қарау. Құранда Алла субханала тағала бұл жерде мин ба'лиха деді, күйеуінен деді. Ба'л күйеу. Құранда Алла субханала тағала бұл жерде зауж сөзін қолданған жоқ. Зауж ол да күйеу. Ба'л ол да күйеу. Бірақ Ба'л сөзі негізі ауқым жағынан кеңірек. Тілдік мағынасына келетін болсақ, зауж деген сөз жұп дегенді білдіреді. Зауж деген сөз жұп. Құранда Алла субханала тағала Нух алейхиссаламға айтады: وَقُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. Яғни, әрбір нәрседен екі жұп қылып, екі жұп алып, кемеге кіргізуді бұйырдық дейді. Зауж деген сөз жұп дегенді білдіреді. Енді тілдік тұрғыдан келгенде, күйеуімен әйелі екеуі ғана болатын болса, үшінші адам болмайтын болса, яғни екінші әйел, үшінші әйел болмайтын болса, онда олар бір-біріне зауж. Онда ол күйеу зауж болып есептеледі. Оның парасы. Оның парасы болып есептеледі. Ал егер ондай болмайтын болса, егер екеуі ғана жұп болмаса, онда ба'л. Бұл жерде وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا деді. Зауж деп тұрған жоқ. Ба'л сөзінің өзіндік мағынасы бар. Құранда Алла субханала тағала Ибрахим алейхиссаламның әйелі Сара анамыздың сөзін келтіреді. Ол кісі періштелер келіп, бала туасың деп сүйіншілеген кезде айтты: «Я вайлата а'алиду ана ажуз». А'алиду ана ажуз. Мен кемпір бола тұра туамын ба деді. «Ва хаза ба'ли шейха». Ал мынау ба'лім шейх деді. Шейх деген яғни қартайған кісі. Қартайған адам. Сара анамыз бұл жерде ба'л сөзін қолданып жатқан себебі, яғни Алла субханала тағала бұл жерде ба'л сөзін келтіргені, сол Сара анамыз осы сөзді айтып жатқан кезде Ибрахим алейхиссаламның әйелі бар еді, Ажар анамыз. Ажар анамыз бар еді, және одан Исмаил деген баласы бар еді. Сол үшін де бұл жерде «Ва хаза ба'ли шейха». Бұл менің зәужім деген жоқ. Ба'лім шейх деді. Шейх деген кезде негізі қарт кісі. Дін оқыған адамдарға да шейх деп айтылатын себебі, көбінше енді сәл қартайған кісі, жас ұлғайған кісі лиражахати ақлихи дейді. Ол кісілердің ақыл тоқтатқан дана болады. Енді дін оқыған адамдарда дінді оқу арқылы жас болса да көп нәрсені түсінгендіктен де оларға шейх деп айтылады. Шейх деп айтылады. Лиражахати ақли. Себебі олар көп нәрсені дінді оқу арқылы түсінеді. Бірақ бұл жерде әлбетте ол шейх деген кезде алжыған шалдар айтылып жатқан жоқ.
Құранда басқа бір жерде тура осы сөздің айырмашылығын қарайтын болсақ, Алла субханала ва тағала Адам алейхиссаламға айтты: "Ва қулна я Адам, ускун анта ва заужукал жанна." Ей Адам, жәннатта сен өзіңнің жұғыңмен тұр деді. Зауж. Бұл жерде басқа ешкім жоқ еді араларында. Үшінші адам жоқ еді. Сол үшін де Алла субханала ва тағала ва заужукал жанна деді. Құранда Алла субханала ва тағала тағы басқа бір аятта Хаула бинт Са'лаба радиаллаху анхан сөзін келтіреді. Ол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп, күйеуім мені қартайған кезде тастады, мен оған бала туып бердім, балаларын үлкейтті, осы жасқа келген кезінде енді менен бас тартып жатыр деп келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға шағымданады. Қад сами'a Аллаху қаулаллати тужадилука фи заужиха ва таштаки илаллах. Осыдан кейін сол аят түскен. Хаула бин Са'лаба радиаллаху анханың күйеуі де Хауладан басқа әйел жоқ еді ол кісінің. Сол үшін де бұл жерде де Қад сами'a Аллаху қаулаллати тужадилука фи заужиха деді. Яғни өзінің жұбы жайында келіп шағымданды деді. Ал енді басындағы аятта ва ин имраатун хафат мин бa'лиха деді. Егер әйел күйеуінің кейбір қылықтарынан басқасынан қорқса, ол жерде бәл деп келіп тұр, яғни оның басқа да әйелдері бар екен. Басқа бір аятта Алла субханала ва тағала айтады, Бақара сүресінде: "Валлазина ютаваффауна минкум ва язаруна азважа ятараббасна бианфусихинна арбаата ашхури ва ашра." Егер сендерден бірі опат етсе, және әйелдер қалдырса, 4 ай 10 күн айда күтеді дейді. 4 ай 10 күн айда күтеді. Егер жүкті болмаса, егер жүкті болатын болса, онда ва улатул ахмал ажалухуна ядана хамлахун. Жүкті әйелдердің айдасы баласын босануы. Баласын босануы. Бірақ баласын босануы егер 4 ай 10 күннен қысқа уақытта болатын болса, онда кейбір ғұламаларда ta'taddu би аб'адил ажалайн деді. Қайсысы ұзақ болатын болса, сол айдан ұстайды. Яғни мысалы, бүгін күйеуі қайтыс болып, ертең босанып қоятын болса, онда 4 ай 10 күнді күтеді дегенде ғұламалар бар. Бірақ ар-раджих дұрысырағы ол босанатын, яғни жүкті әйелдің айдасы босанумен бітеді. Босанумен бітеді. Енді осы аятқа да бір қарап көрейік. Алла субханала ва тағала бұл жерде айтып жатыр: "Валлазина ютаваффауна минкум." Сендерден кімде-кім опат етсе дейді. Опат ету көбінше табиғи жағдайда айтылады. Табиғи жағдайда айтылады. Мысалы, егер біреуді біреу өлдірген болса, онда қутила деді. Көбінше қутила деді. Яғни өлу. Бұл жерде өлу болғанда да сол біреудің араласуымен соғыста өлгенге қател деп айтылады. Егер табиғи жағдайда болатын болса, онда туфия деп көбірек айтылады. Уафат сөзі көбірек қолданылады. Құранда Алла субханала ва тағала валлазина ютаваффауна минкум деді. Сендерден кімде-кім опат етсе деді. Опат етсе деген, яғни бұл жерде көбінше бір адам опат етіледі. Бір адам опат етеді. Бір адам, бірақ оған айтып жатыр, «Ваязаруна азважан». Әйелдер қалдырса деп жатыр. Әйелдер қалдырса. Енді бұл жерде ғұламаларымыз бұдан да бір адам әйелдер қалдырса деген мағынаны түсінген. Сол үшін де негізі 2-3 әйелдің болуы дейді. Келесі аят. Ниса сүресіндегі аят, Алла субханала ва тағала айтады: "Валан тастати'у ан та'дилу байнан ниса'i валау харастум. Фала тамилу куллал майл." Қанша әрекет жасасаңдар да әйелдердің арасында әділдік орната алмайсыңдар. Яғни әділ бола алмайсыңдар. Фала тамилу куллал майл фатазаруха кал муаллақа. Сол үшін біреуіне қаттырақ, яғни басымдылық беріп жібермеңдер деді.
басымдылық беріп жібермеңдер. Bir әйелден артық әйел алуға қарсы шығатындар осы аятты дәлел ретінде келтіреді. Бірақ негізінде бұл аят оларға қарсы дәлел. Себебі әділдік жасай алмайсыңдар әйелдердің арасында деп айтылу, бұл бір әйелі бар адамға қатысты айтылмайды. Бұл бірнеше әйелі бар адамға айтылады. Бірнеше әйелі бар адамға айтылады. Бір адам болса, оған әйелдердің арасында әділдік жасай алмайсың деген сөз айтылмайды. Енді бұл жерде бұл бірнеше әйелдері бар адамдарға айтылып жатыр. Құран фәлә тәмилу күлләл мәйл. Сол үшін де біреуіне қатты көңіл бөліп, біреуіне беріліп кетпеңдер дейді. Қағанын тастап қойып. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра радиллаху анху риуаят еткен хадисте, сендердің қайсы бір үйленіп, бір әйеліне басымдылық беріп көбірек, соның жағдайын жасап, басқаларын тастап қоятын болса, қиямет күні бір жағы майысқан халде, яғни бана паралич адамдар болады ғой, сол сияқты тіріледі, сол халде келеді деді. Сол халде келеді. Енді одан кейін бұл аят жалпы бір әйелден артық әйел алуға қарсы аят па? Құранда Алла субхана ва ин хифтум алла та'дилу, әділдік жасай алмасаңдар, онда біреу дейді. Мына жерде валан тастати'у ан та'дилу. Лән деген бұл ешқашан деген сөз. Ешқашан әділдік жасай алмайсыңдар деп тұр. Онда әділдік жасай алмайтын болса, онда біреумен шектелу керек болады. Бұл аят соны білдіреді ме? Бұл жерде әділдік не жайында айтылып жатыр? Барлық нәрседе әділдік жасау ма? Осы аяттың тәфсирінде Ибн Аббас радиллаху анхумадан келгені Ай лан тастати'у ал-адла фил махаббати ва шахвати вал жимаа. Әділдік жасай алмайсыңдар неде? Махаббатта, шахватта, қосылуда. Имам Ибн Касир рахмахуллах өзінің тәфсирінің 2-ші 430 бетінде осыны келтіреді. Бұл жерде әділдік жасай алмайсыңдар деген мәселе, бұл жүрекке қатысты мәселе, шахватқа қатысты мәселе, қосылуға қатысты мәселе. Ал басқа нәрседе, қолынан келетін нәрседе, ода әділдік болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол үшінде, я Аллах, мынау менің қолымнан келетін нәрседе жасап жатқан әділдігім, фәлә тәлумни, енді мені жазғырма, менің қолымнан келмейтін, менің қолымда болмаған, сенің қолыңда болған нәрседе деді. Ол жүректің қалауы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Айша анамызды басқа әйелдерінен қаттырақ жақсы көретін еді. Әлбетте Хадижа анамыздан кейін. Бірақ Хадижа анамыз басқа әйелдерін алудан алдын дүниеден өтіп кеткен еді. Кез келген еркек, ол 4 әйел болатын болса, 3 әйел болатын болса, үшеуіне бірдей қарауы, бірдей жақсы көруі мүмкін емес. Ол робот емес, әлгі махаббатын алып тұрып, процентпен тең бөліп бере салатын. Сол үшін де бұл нәрседе әділдік жасау міндет емес. Уламаларымыз айтады, яджибул адл фил мабит ла фил жимаа деп фиқ кітабында келеді. Яғни, мысалы, түндерді бөлуде әділдік болу керек, ол уәжіп. Ал бірақ қосылуда әділдік болу шарт емес. Яғни, мысалы, бір адам өзінің бірінші әйелімен көбірек болуы мүмкін. Бір әйелі не деген шахуаты қаттырақ, күштірек болады да, бір әйелімен 2 рет қосылуы мүмкін. Тағы біреумен 3 рет қосылуы мүмкін, тағы біреумен 4 рет қосылуы мүмкін. Бұл нәрседе әділдік болу шарт емес. Бірақ бір әйеліне әти зиян жасау үшін, онымен әти қосылмай қойып, екіншісімен қосылуы бұл харам. Бұл харам іс болып есептеледі. Бұл харам. Ал бірақ өзінің табиғаты, мысалы, бір әйеліне қаттырақ тартып тұратын болса, қалау, екінші біреуіне ондай тартпайтын болса, бұл нәрседе әділдік жасау міндет емес. Енді хадистерге келсек. Хадистерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл мәселе жайында не дейді? Біріншісі, Имам Бухари және Муслимде келетін хадис, Анас ибн Малик радиллаху анхудан, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйіне 3 кісі келді дейді. 3 кісі келіп, Пайғамбарымыздың ибадаты жайында сұрастырды. Кәннахум тақаллуха, оны азсынды, сөйтіп біреуі, арасындағы біреу. Мен ешқашан үйленбеймін деді. Тағы біреуі, өмір бойы түнде ұйықтамай өтем деді. Құлшылық жасап, үшіншісі, мен өмір бойы аузымды ашпай ораза тұтып өтемін деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы кісілердің сөзін естіген кезде
Wallahi inni la akhshakum lillah wa atqakum lah. Wallahi деп антышып айтып жатыр. Мен сендерден гөрі Құдайдан қаттырақ қорқамын деді. Ләкинни асуму ва уфтир. Бірақ мен ораза да тұтам, аузымды ашып жүремін. Ва усалли ва арқуд. Намазда оқимын, ұйықтаймын. Намазда оқимын, ұйықтаймын. Ва атазавважу ниса. Және әйелдерге үйленемін. Фаман рағиба ан сүннати фалейса минни. Кім менің сүннетімнен бас тартатын болса, менен емес деді. Бұл жерде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ва атазавважу имраатан деген жоқ. Ва атазавважу ниса деді. Әйелдерге үйленем деді. Ниса көпше түрі. Фаман рағиба ан сүннати, кім менің некемнен бас тартатын, менің сүннетімнен бас тартатын болса деді. Бірақ бұл жерде білу керек болған тағы бір нәрсе, ол рағиба ан, ол рағба жүректің ісі. Егер оны жақсы көрмей, соны дұрыс емес деп есептеп жатса, онда ол бізден емес деген сөз. Ал бірақ бір адам шамасы бола тұра, бірақ екінші әйелге үйленбесе, ол Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның жолынан, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның үмметі болудан шығып қалмайды. Рағба ол негізі жүрек мәселесі. Бірақ Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл жердегі сөзінде «Ва тазавважун ниса» әйелдерге үйленемін деді. Бір бұл жерде сыйға муфрада келген жоқ, сыйға жамаа келіп тұр. Көпше түрі келіп тұр. Бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеттерінен. «Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана». Сендер үшін Пайғамбарда Алланың елшісінде көркем үлгі бар деп Алла субханала тағала айтты. Бұл жай ғана шашын өсірудегі, киіміндегі сүннеттерден емес. Киіміндегі ұқсау емес. Бұның үкімі одан да жоғарырақ. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұны өзінің басқа «Ва тазавважун ниса» менің сүннетім деді. Басқа хадисте «Ман истата'a минкумул ба'ата фалятазавваж» үйленсін деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйленсін деді. Имам Ибн Қудама рахмахуллах Мұғни кітабының 7-ші том 334-ші бетінде айтады, фиқ кітабы, осы неке мәселесіне келген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйленді дейді. Және «Ва балага фил адад». Және бір әйелден артық әйел алды. «Ва фа'ала залика асхабуху». Және Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары да соны істеді дейді. «Ва ла яштағилу набию саллаллаху алейхи ва саллям ва асхабуху илля бил афдал». Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям және оның сахабалары абзалырақ болған амалды істейді дейді әрдайым. «Ва ла тажтами'у ас-сахабату аля таркил афдал вал иштигал бил адна». Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары абзалырақ болған істі тастауға келісіп, абзалдан төменірек болған істе жиналмайды деді. Абзалырақ болған істі тастап, одан төменірек болған істе жиналмайды деді. Енді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларының барлығы да, ол кем-де-кем бір әйелмен шектелген, барлығы да бір әйелден артық алған. Саид ибн Жубайр рахмахуллахтан келеді, Имам Бухарида келеді. Үйлендің бе деп сұрады деді. Ибн Аббас радаллаху анхума маған үйлендің бе деп айтты деді. Үйлендің бе деген сұрақ қойды деді. Бұны айтып жатқан Саид ибн Жубайр табиин. Жоқ деп айттым деді. Сонда Ибн Аббас радаллаху анхума фатазавваж фа инна хайра хадихи л-уммати аксаруха нисаан. Үйлен, себебі бұл үмметтің ішіндегі ең хайырлысы, абзалы, әйелі көп болғаны деп айтты деді. Имам Ибн Баттал рахмахуллах осы хадистің шархында айтады, Ибн Аббас радиаллаху анхуманың бұл жерде айтқысы келгені, кімнің әйелдері көп болып, әйелі көп болып, бір әйелден артық алып, оның сол арқылы зүрияты көп болатын болса, нәсіл көп болатын болса, және сондай ол бір әйелден артық әйел алу арқылы көзін сақтауға көбірек мүмкіншілігі болады. Сонымен ол жақсылыққа жетсет дейді. Бұл жерде аля ма'нал хадди ва надби илан никах ва таркир рахбания фил ислам. Яғни осы нәрсеге шақыру, соны үндеу, соны жақсы екенін білдіру, және монашество деген нәрсені тастау керек екендігін көрсетеді дейді. Бұл хадистерден, бұл аяттардан біз негізі әл-асл біреу емес, негізі одан көп болуы, егер оған шамасы жетпесе, онда біреумен шектелуі керек екенін түсінеміз. Қазір кезде кейбіреулер осы нәрсеге қарсы шығады, бірақ оны қарап отырсаңыз, 10
халилаты бар. Арабтар айтпақшы, халилат деген ойнасты айтылады. Халила жекеше түрі, халилат көпше түрі. Оның 10 халилаттары бірақ 4 халилаттары, яғни халал әйелдері болуға қарсы шығады. Мына жерде Әл-Муфаккир әл-Фаранси, Францияның ойшылының да сөзі келген екен. Атин Дене деген кісінікі, ол кісі айтады: Адаму тааддуд, яғни бір әйелмен шектелу христианстводан алынған көзқарас дейді. Христианстводан алынған көзқарас. Оларда бір әйелден артық әйел алу харам. Харам. Олар не дейді? Олардың айтатыны, егер екі әйелге үйлену рұқсат болғанда, онда Алла субхана ва тағала Хауа анамызға бірден екі әйел жаратып беретін еді дейді. Бірақ бір әйел жаратып берді, яғни ол біреумен болу керектігін білдіреді дейді. Бұны айтатын негізі қарсы шығатын апостол Павел. Олардың дінін қалаушы, негізін қалаушы сол. Ал Айса алейхиссалам оған қарсы болмаған, қарсы ешқандай сөз айтпаған. Және оларда бір әйелден артық әйел алудың харам екенін білдіретін негізі ешқандай мәтін, нас келмейді. Керісінше олар Сүлеймен алейхиссаламның, Дауд алейхиссаламдардың ұлы пайғамбарлар екенін мойындайды. Олардың өздерінің кітабында Дауд алейхиссаламның мысалы қанша 1000 әйелі болғанын келеді. Сүлеймен алейхиссаламның 100 әйелі болғанын келеді. Сонша әйелдері болған. Ол алдыңғы діндерде де ол болған нәрсе. Бірақ біздің дініміздің істегені, келген жаңа қосқан жаңалығы, ол тек қана санын шектеді. Санын шектеді. Яғни шексіз алмайсың, 4 аласың, одан артығын ала алмайсың деп, керісінше бұл нәрсені шектеді. Енді бұл сүннеттің орындалмауының себептері немесе өте узкий кругта аз мөлшерде орындалуының себептеріне қатысты, егер оған қарап көретін болсақ, бірнеше себептерді қарастыруға болады. Біріншісі адамул қудра, шаманың жетпеуі, мүмкіншіліктің болмауы. Кейбіреулер, ғұламаларымыз айтпақшы, ойлайды: шамам жетуі деген, әрқайсысына бір вилла соғып беруім керек, әрқайсысының барлық жағдайын жасап беруім керек деп ойлайды. Әлбетте бұл шектен шығу. Екінші жақта біреулер бар, өзі квартирада тұрады, сөйтіп, былайша айтқанда, арабтар айтпақшы, шашын сатып болса да үйленгісі келеді. Әлбетте бұл нәрседе дұрыс емес. Қарызданып тағы да екінші әйел алып жату, өзі квартирада жүр, квартирада тұрады, сөйтіп екіншісін алу, әлбетте ол да шариғат рұқсат бере бермейтін мұхатара рисктерден. Негізі жағдай жасау деген кезде, әрқайсының баспанасы болуы, бірақ ол баспанада барлық кәмәлияттардың болуы шарт емес. Барлық кәмәлият немесе тахсинат дейді. Яғни өмірдің роскоштары. Хаджиятпен шектелуге болады. Хаджият деген сондай нәрсе, дінімізде адамның өмір сүру деңгейін 3-ке бөледі. Біріншісі дарурат. Дарурат ол сондай жағдай, сол нәрселер, егер адамның өмірінде сол нәрселер болмаса, оның өліміне немесе майып болуына алып келеді. Бұны дарурат деңгейі дейді. Бұл жағдайда ғұламаларымыз айтпақшы, дарурат тубихул махзурат. Екінші деңгей ол әл-хаджият. Егер сол нәрселер болмаса, адамның өмірінде қиындық болады, бірақ оның өліміне немесе майып болуына алып келмейді. Мысалы, әйеліңіздің үйде қолмен кір жууы оған қиындық тудырады. Бірақ ол қолмен кір жуудан ешкім, яғни ешқандай әйел әлі өлген емес, оны қолы да сынған емес. Бұндай кезде харам істерге баруға болмайды. Кейбіреулер қарызды, кредитке басқаға осы нәрселер алып жатады. Бұл мұқтаждықты. Бұл дарурат деңгейіндегі мұқтаждық емес. Дарурат деңгейіндегі мұқтаждық болмаса, онда харам істерге баруға болмайды. Үйленген кезде де негізгі
шаманың жетуі хажият деңгейінде оған жағдай жасап бере алу. Ал ар жағында кәмәлият, тахсинат, яғни роскыштар, ол нәрсе міндет емес. Екінші мәселе, кейбіреулер әділдік жасай алмайым деп қорқады. Енді жалпы әділдік дегеніміз не? Әділдік барлық нәрседе болуы шарт па? Имам Ибн Қудама рахмахуллах Муғни кітабының 7-ші том 232-ші бетінде айтады. وَلَيْسَ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ إِذَا قَامَ بِالْوَاجِبِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ. Егер негізгі уәжіпті орындаса, онда басқа нәрседе әйелдердің арасында теңдік жасауы оған уәжіп емес дейді. Негізгі уәжіп, қысқы киім, күзгі киім, көктем, жазғы киім деген сияқты. Негізгі қажеттіліктерін алып беретін болса, одан асқанында бәріне бірдей теңдік жасауы шарт емес дейді. Қала Ахмад фи р-раджули лаху мраатан лаху ан юфаддила ихдахума ала ал-ухра фи н-нафақати ва-ш-шахавати вал-кисва иза канат ал-ухра фи кифая. Имам Ахмад айтты дейді, бір кісі жайында екі әйелі бар. Біреуіне артығырақ мүмкіншілік жағдай жасауына болады дейді. Жағдай деген кезде артық көріп, кейбір нәрселердің нафақада, шахуатта, киімде, егер екіншісіне кифая жағдайды жасап берсе дейді. Негізі жағдай жасап беретін болса. وَيَشْتَرِ لِهَذِي أَرْفَعْ مِنْ ثَوْبِ هَذِهِ وَتَكُونُ تِلْكَ فِي كِفَايَةٍ. Мынаған артық бір киім алып беріп жатыр. Себебі ол артығырақ қызмет жасайды, тәттірек болу керек, жасырақ болу керек. Жасырақ болғандықтан шығар, енді өзінің себептері болады ғой. Мынаған негізі кифаясының уәжібін орындап жатса, екіншісіне тура сол жағдайды жасауы міндет емес. Мустахаб, жақсы көріледі, бірақ бізде кейбіреулер айтады, мынан үйіне 1 килограмм алма алып барсаң, мынан үйіне 1,5 килограмм алма алып барсаң, онда сен күнәһар боласың, ол әділдік емес деген сөзді айтады. Негізі ол дұрыс емес. Сол жерде ғұламаларымыз түнді бөлуде де яжелу әділ фил мәбит ла фил жимаат дейді. Мысалы біреуі шахуаты күштірек, екіншісін кәлсізірек деген сияқты. Түндерін бөлуде, бірақ қосылуда немесе негізгі уәжіпті орындап болғаннан кейін оның артығында әділдік жасау міндет емес. Себебі дейді, وَهَذَا لِأَنَّ التَّسْوِيَ فِي هَذَا كُلِّهِ تَشُقُّ فَلَوْ وَجَبَ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقِيَامُ بِهِ إِلَّا بِحَرَجٍ فَسَقَطَ وُجُوبُهُ كَالتَّسْوِيَ فِي الْوَطَءِ. Егер бұның барлығында теңдік жасау міндет болғанда, онда ол үлкен машаққат тудырар еді дейді. Оны адам өте қиналып істейтін еді, сол үшін де оның уәжіптігі сақит болады, адамның мойнынан түседі, қосылудағы уәжіптік секілді дейді. Махаббатта қосылуда әділдік міндет емес. Әділдік міндет емес. Имам Табари рахмахуллахтың тәфсирінде келгенде осы «Валан тастатиу ан та'дилу» әділдік жасай алмайсыңдар деген аятқа қатысты 5-ші том 314-ші бетінде Хасаннан келген дейді, фил хуб, махаббатта деген сөз келген дейді. Яғни әділдік жасай алмайсыңдар деген махаббатта. Ибн Аббастан келеді, لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما بينهن. شهوتта әділдік жасай алмайсың деген келеді. Умар ибн Хаттаб радаллаху анху айтатын еді, Аллахумма амма қалби фала амлик, ва амма сива залика фа арджу ан а'дил. Жүрек мәселесінде әділдік жасай алмаймын, бірақ басқасында әділдік жасауды үміт етемін дейді. Ибн Аббастан тағы да бір келетіні фил хубби вал жима, махаббатта және қосылуда дейді. Қосылуда. Имам Дахактан да қосылу мәселесінде, махаббат мәселесінде деп келеді. Имам Ибн Хаджар ал-Асқалани рахмахуллах Фатхул Барида айтады. 9-ші том 313-ші бетінде: "Валан тастатиу ан та'дил байна ан-ниса'i ашара би зикр ал-ая ила анна al-muntaha fiha al-'adl baynahunna min kulli jiha wa bil hadith ila anna al-murada bil 'adli التسوية بينهن بما يليق بكل منهن فإذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة
وقد روى الأئمة الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن زيد أن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال الترمذي يعني به الحب والمودة وكذلك فسره أهل العلم. كذلك فسره أهل العلم. إمام ابن حجر الأسقلاني دايت جاتر يعني ولن تستطيعوا أن تعدلوا degan ayat ol barliq jag'ынан adillik jasay olmasınlar deganni bildiradi deydi. Және hadisте de kelgeni har qaysisining жағдайына лайықты түрде әділдік жасау керек деді. Негізі киімі, нафақасы, баспанасы сияқты. Одан басқасында, одан артығында бір табарру би тухфа, бір артық подарка алып беру мәселесі, немесе жүректің көбірек бұруы, жақсы көру сияқты мәселелерде егер әділдік орнатылмаса, онда оның зияны жоқ дейді. Кейін хадисті келтіреді. 4 имам келтірген және имам ибн Хиббан хакимдер сахих деген дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи мені қолынан келетін нәрседе бөліп жатырмын, қолынан келмейтін нәрседе маған мені жазғыра көрме деген дейді. Имам Термизи рахмахуллах, яғни махаббатта жүректің бұруында дейді. Әхл илмде тура осылай тәфсирлеген дейді. Сол үшін де ол әділдік жасай алмаймын деп қатты қорқа беру, ол да негізі дұрыс емес. Үшінші себеп бірінші әйелінің разы болмауы. Негізінде уламаларымыз айтады, бұл ешқандай бір шариғи да, ақли да үзір емес деді. Шариғи да, ақли да үзір емес. Себебі шариғат әйелдің ризашылығын, оның келісімін шарт еткен жоқ. Ол үкімді біз келіп өзінше өзгертуге ешқандай ақымыз жоқ. Одан кейін ол әйелдің алдында күш жетпеуі, оның қиуама деген мәселе бар ғой. Қиуама үйде еркектің бас болуы. Соның өзінде кемшілік бар екенін көрсетеді. Тағы бір себеп проблемадан қорқу. Сау басыма сақина тілеп алдым деген сияқты мәселе. Уламаларымыз айтады, Алла субханала тағала бұл мәселені, бұл үкімді түсірген кезде ол бізге ненің дұрыс, ненің дұрыс емес, бізге ненің пайдалы, ненің пайдасыз екенін жақсырақ біледі деді. Егер бұның пайдасы зияннан көбірек болмағанда, онда бұл үкім түсірілмес еді. Себебі шариғаттың негізгі мақсаттары жәбіл масалих ва дарул мафасид. Адамға пайдалы нәрселерді оған беру, одан пайдасыз зиян нәрселерді кетіру. Сол үшін де негізі оны да бір себеп деп қарауға болмайды. Одан кейінгісі әл-харбул и'ламия дейді. Бұл сүннетке қарсы соғыс. Бұл жерде қарсы соғыс деген кезде ол адамдардың сөзін қарастыруға болады. Не қыласың? Басыңды ауыртып, ертең проблема шығып жүрсе, одан да осымен-ақ шектеліп жүре берсеш, басыңды қатырмай-ақ деген сияқты адамдардың сөзі. Кейде бір мұсылман жігіт үйленгісі келіп, досынан ақыл сұраса, мен осындай істегім келіп жатыр, сол туралы не дейсің десе, не істейсің, не қыласың, басыңды қатырып, одан да тыныш жүре берсеш деген сөзді айтады. Ақыл кеңес беріп жатқан жігіттің өзі ішінен соны қалап тұрған болуы мүмкін, бірақ әйелінен қорқып аса алмағандықтан сол нәрсені істей алмай жүреді, және басқаларға да сол нәрсені ақыл кеңес ретінде береді. Себебі өз жете алмаған нәрсесіне басқаның жеткенінде қала алмайды. Бір мысал бар ғой, бір күні бір түлкі етті көріп, жегісі кеп әбден секіріпті деді. Бұлай секіреді. Соңында жете алмағаннан кейін, мынау қандай шіріп кеткен сасық ет екен, жаман ет екен деп, жамандап кетіп бара жатыр деді. Адамдар кейде өзінің қолынан келмегеннен кейін, басқалардың да ол нәрсеге қол жеткізгенін қаламастан, басқаға осы сүннетті істемеуге, тастауға ақыл кеңес береді. Әлбетте,
бұл дұрыс емес. Енді осы сүннет жайында айтқан кезде мына мәселені де ұмытпауымыз керек. Жалпы бір әйелден артық әйел алу бұл негізі еркекті бақытты ету үшін емес, әйелдердің қоғамдағы проблемасын шешу үшін Алла субханала тағаланың түсірген үкімі. Егер қайсы бір мұсылман осы сүннетке амал етем десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетіне амал етем десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тек қана Айша анамызды қыздай алған. Басқалары күйеуден қайтқан, жесір қалған әйелдер болатын. Егер бізде шынымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннетіне ергіміз келсе, онда қарақан басымыздың қамын ойлап, 20-ға келгенде 18 жасар әйел алып, 35-ке келгенде екіншіге тағы да 18 жасарын алып, кейін 45-50-ге келгенде үшіншіге тағы да 18 жасарын алуды қаламастан, керісінше қоғамда қанша жесір қалған, балаларын бағуда қиналып жүрген әйелдер бар. Солардың қамын ойлап, солардың көз жасын сүртіп, солардың жетім қалған балалардың басынан сипауды ойлайтын болса, міне осы нағыз мұсылманға лайық тірлік болады. Сол үшін де әрбір екінші, үшінші, төртінші әйел алғысы келген адам сол іске кірісуден алдын қанша қоғамда қиналып жүрген жесір, жағдайы жоқ әйелдерді ойлағаны дұрыс болады. Ал 17-18 жасар қыздарды сенен де басқа алатын адамдар табылады. Сол үшін де осы мәселені естен шығармау керек. Біздің міндетіміз, біреулер айтады ғой, қанша жас алсаң, өзің сонымен бірге жасарасың дейді. Мұсылман адамның міндеті Алланың алдындағы жасару емес, мұсылман адамның Алланың алдындағы міндеті сол қоғамның проблемасын шешу. Қоғамдағы жесір әйелдердің көз жасының тоқтауына себепші болу, жетім балаларға қамқоршы болу. Осы мәселені ұмытпау керек. Сөзімізді аяқтардан алдын бірнеше ауыз сөз осы әйел қыз балаларына да арнасақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху жеткізген хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді: «Инна Аллаха та'ала катабал гирата аля ниса вал джихада аля риджал». Алла субханала тағала әйелдерге қызғанышты жазды. Яғни оларды сондай қатты қызғанатын етіп жаратты. Вал джихада аля риджал. Және еркектерге Алла жолында күресуді жазды. فمن صبر منهن إيمانا واحتسابا كان لها مثل أجر الشهيد. Егер әйелдердің қайсы бірі осы қызғаныш мәселесіне келген кезде Алла субханала тағала иман келтірген халде, сауабын Алладан үміт еткен, күткен халде сабырлық танытатын болса, әлбетте бұл жерде күйеуі екінші әйел, үшінші әйел алмақшы болса, сол кезде оның қызғанышы туындайды. Осындай кезде сауап үміт етіп, сабыр ететін болса, оған шахидтің сауабы болады деді. Бұл хадисті имам Табарани рахимахуллах риуаят етеді. Сол үшін де мұсылман адам, нағыз ақыл иесі, көзі бір нәрсеге қараған кезде қысқа ойлайтын немесе жақын жерде ғана көретін адам емес. Мұсылман адам әрдайым әрбір істің жақсылығын, жамандығын қиямет таразысына салып өлшеу керек. Ол қызғанып қарсы шығар. Қарсы шықса, Алла субханала тағаланың «Фанкиху ма таба лакум минан нисаи масна ва саласа руба» екінші, үшінші, 2, 3, 4
әйелге үйленіңдер деген Алланың бұйрығына қарсы шығып жатыр. Егер сабыр ететін болса, оған Алла субханала тағала керісінше сауабын береді. Әрбір мұсылман қыз бір мәселе келген кезде сол ақирет таразысына салып таразылағаны дұрыс болады. Қазіргі кезде көптеген әйелдерден естіп жатамыз, Алланың алдында әлбетте бұл өте ауыр сөз. Мен көзімді бақырайтып қойып, екіншісіне үйленгенше жасырын әлгі харам жолмен білген, істеп жүргені маған артық деген сияқты сөздерді естік. Алланың алдында бұл өте ауыр сөз. Алладан қорыққан әйел бұндай сөзді айтпайды. 4 әйелге үйленгені бір намахрам болған қызға көз салғаннан артық деген сөзді керісінше айту керек. Шынайы мұсылман әйелінің сөзі осы. Шынайы мұсылман әйелінің сөзі осы. Бұдан басқа сөзді Алладан қорыққан, қияметте Алланың жаннатын үміт еткен әйел айтуы мүмкін емес. Бұл сөзді айтқан әйел өзі қаласа да қаламаса да күйеуін зинаға итермелеп жатыр. Қоғамда зинаның таралуына өзінше атсалысып жатқан адам. Және күйеуінің тозақы болып, ертең тозақта өртенуіне, тозақта жануына разы болып жатқан әйел. Бұл әлбетте күйеуіне деген шынайы махаббаттың белгісі емес. Өзім танитын бір кісі мынандай бір оқиғаны айтып берген еді. Бір кісінің әйелі өте тақуа, Алладан қорқатын әйел еді. Әлгі кісінің таныстары көп, келім кетімі көп, үйіне қонақ келеді, кетеді. Әрдайым сол қонақты шығарып салу керек, тамағын істеу керек, күйеуінің қызметі бар. Әлгі әйел не бір нәфіл намаз оқуға уақыт таппаймын, Құран оқуға уақыт таппаймын, Құран жаттауға уақыт таппаймын, осы еш қолым тимей кетті деп күйеуіне шағымданып, күйеуіне жалынып жүріп, өзі екінші әйел күйеуіне алып беріп, альхамдулилlah, бос уақыт менде пайда болды, түнде нәфіл, түнде тәһәджүд оқуға мүмкіншілік пайда болды, Құран жаттауға мүмкіншілік пайда болды, нәфіл ораза тұтуға мүмкіншілік пайда болды деп, сондай өзі қуанып жүрген еді. Яғни, егер ақиретін әрбір адам ойлайтын болса, күйеуінің екінші, үшінші әйел алуы, бұның өзі оған сонда Аллаға көбірек жақындауға бірден бір мүмкіншілік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы бір хадисін еске салғым келіп жатыр. Ла юъмину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи. Сендердің бірің өзінің бауырына қалаған нәрсені өзіне қаламайынша толық мұсылман бола алмайды деді. Енді бұл жерде ла юъмину деп еркектерге қатысты айтылғанымен, бұл жерде еркекке де әйелге де бірдей. Яғни ешқандай бір мұсылман қыз өзінің мұсылман әпкесіне немесе сіңіліне өзіне қалаған нәрсені қаламайынша толық иман келтірген әйел бола алмайды. Ал егер сіздің басыңызға сол жағдай түссеше, күйеуіңіз Алла сақтасын қаза тауып, бала шағаңызбен жалғыз қалсаңыз, қиналсаңыз, жағдайыңыз жасайтын адам болмаса, сол кезде біреу келіп қол ұшын созып жатса, сіз бұл үшін қандай қуанар едіңіз? Енді сіз өзіңізді сол екінші әйел болып тиін деп жатқан әйелдің орнына қойып көруіңіз керек. Оған өзіңізге қалаған нәрсені қалауыңыз керек. Оның көз жасы үшін сіз қиналуыңыз керек. Оның бала шағасының қиналып жүргенін көріп, сіз қиналуыңыз керек. Себебі қашан адам өзінің ауруын сезінсе, ол адам тірі адам. Себебі өлі адам өзінің ауруын сезінбейді. Егер келіп оның денесіне егер бір жарақаттар жасалынып жатса да, ол сезінбейді. Адам өзінің ауруын сезініп жатса, ол адам тірі адам. Ал егер басқа біреудің ауруын, қиналуын сезіп жатса, бұл адам нағыз адам. Біріншісінде тек қана тірі, яғни өмірдің белгісі бар. Бірақ басқа біреудің қайғысына қайғыратын болса, басқа біреудің ауруына бірге қосылып ауыратын болса, бұл нағыз
мұсылман адам. Бұл нағыз мұсылман адам. Сол үшін де осы нәрселерді еске алу керек. Егер күйеуіңіз екіншісін, үшіншісін алам деп жатса, ақиреттегі сауабыңызды ойлаңыз. Алла субхана ва тағаланың бұйрығына қарсы шығып, Алланың ғазабына, ашуына ұшырап қалудан сақ болыңыз. Мен сөзімді соңында франциялық ойшылдың сөзімен тамамдағым келіп жатыр. Арабтар айтпақшы: «Әл-хаққу ма шахида бихил аъда». Ақиқат дұшпандар да мойындаған нәрсе дейді. Яғни ки дұшпаныңыз келіп, соның дұрыс екенін мойындап жатса, бұл оның ақиқат екенін көрсетеді дейді. Франциялық Атен Дене деген ойшылдың айтқан сөзі бар. Бір әйелмен шектелу бұл Масихия, Насрания дінінен алынған нәрсе. Және бұның астында көптеген жаманшылық қоғамға зияндар жатыр. Осы зиян ең үлкен мөлшерде үш нәрседе қоғамда көрініс тапты. Біріншісі некесіз туылған заңсыз балалар, екіншісі отырып қалған, күйеуге шықпай қалған әйелдер, және үшіншісі қоғамдағы жүргіншілік дейді. Алла субхана ва тағала бір еркекке 4 әйел алуды рұқсат етумен осы проблемалардың бәрін бізге шешіп берді. Қашан біз Алла субхана ва тағаланың көрсеткені бойынша өмір сүреміз, сол кезде біздің қоғамымызда осы проблемалардың барлығы шешіледі. Бізде көздерінен жас аққан жетім балалар болмайды. Бізде жесір қалған жалғыз басты әйелдер болмайды. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабаларының дәуірінде олар осы қазіргі біздегі проблеманы тура сол жолмен шешкен еді. Олар қолдарынан келгенше жесір әйелдерді жалғыз қалдырмауға әрекет жасайтын еді. Және олардың әйелдері де соған көмектесер еді. Бізде иншалла осы жолда әрекет ететін болсақ, қоғамымыздағы проблемаларымыз шешіледі. Және әрбір мұсылман әйел өзінің күйеуіне осы қоғамдағы проблеманы шешуге үлесін қосу керек, көмектесу керек. Иншалла Алла субхана ва тағала бізге көрсетіп бергендей өмір сүруді, және сол арқылы бұл дүниеде және ақиретте бақытқа кенелуді нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля ант, настағфирук ва натубу илейк.